Сәлем оқырман. Бүгін болса Айгүл мен Асылжан бірге жүр. Эфирден кейін тамақтануға бірге барды. Тамақтануға бара жатырмыз. Енді Асылжан, бүгін ауылға барам деп жатсың ба? Я, енді бар сен енді осы жол. Екеуі қайта қосылатыны анық секілді. Жаңа ғашықтар сияқты екеуіне қарасан. Айгүлдің де Асылжанның да бұрынғы сезімі қайта ашылғандай. Жаңия қайта қосылса жақсы ғой. Бірақ көп көрерменде күдік бар. Асылжан өзгерген жоқ, әлі де ойын ойнап бастап кетеді деген. Көрерменнің бір жарты бөлігі қосылыңдар, бақытты болыңдар деп жатыр. Уақыт көрсетеді не болатынын, сіз қалай ойлайсыз? Ал Айгүлдің болса Асылжанға деген сенімсіздігі жоғалды ма? Сол сенімсіздікті жойып қайта бірге қосылса деген үміт бар. Асылжан болса өз қателіктерін түсінгендей көрінеді. Жақсы жаққа бет бұрып қайта өзінің жанұясын қайтарғысы келетіні көрінеді. Айгүл үнемі күліп жүреді, ішінде не барын білмейміз. Тек екеуіне бақыт тілеп қояйық. Ал көрерменнің пікіріне көшейік. Айгүл, сен анасың ғой. Екі ұлың әкесіз өспеу керек. Құдай алып кетсе, амал жоқ, бар ой. Сараң бай табылады, оған қатын табылады. Тек бала әркімге жалтақ болмасыншы. Әке шеше бар кезде сен балдарың үшін ер азаматты кешіре қойшы. Әйка ұлың үшін жалынамын. Балалар үшін деген түсініп керек. Емес. Себебі жаңылыспайтын, жан сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ат айналып қазығын табар деген ескінің есті ұғымы бар. Бақыттың базарында, Алланың назарында ұзақта мәңгі өмір сүріңдер. Кешірімді болу керек. Алла кешіргенде біз кімбіз, жолдасыңды бағала. Ол аяғын шалыс басқан екен деп ренжуің орынды. Бірақ сен ақылды анасың, балдарың үшін бәріне көнесің. Бақытты отбасы болуларына шын жүректен тілекшімін. Асылжан әрине тек екі ұл үшін қосылайын деп отыр ғой. Болмаса Асылжанға әлі де қыз келеді. Асхаттың жұлдызы, Даниярдың әйелдері қандай ақылды. Қосылайыққа жолаған жоқ, бай іздеп қаңғырған жоқ, үйлерінде отырды. Сосында күйеулері қайта қосылды. Екеуі де өте ақылды, жақсы үлгін боларлық келінді дейді оқырмандар.